Достар, әне дегенше Нұрсұлтан қаласындағы Infinity компаниясының кеңсесіне келіп жеткен жайымыз бар. Бүгінгі топ жарған бағдарламасының басты кейіпкерлері компаниямыздың нөмірі бірінші топ чегі. Жанұя болып үлкен жетістікке жеткен, талай жанға үлгі бола білген отбасылық жұп Бейсенов Болат мырза мен Бейсенова Сандуғаш ханым. Керемет сұхбат болатынына өз басым кепілдік беремін. Топ жарғанмен бірге болыңыздар. Біз бастаймыз. Мінекей құрметті достар, біздің басты кейіпкерлеріміз, сіздерді күттік, өте керемет презентация болып жатыр екен. Енді біздің көрермендерді ұзақ күттірмей сұхбатқа кіріссек болады, мырза. Сандуғаш ханым. Жүріңіздер, жақсы. Қазір керемет сұхбат болады, күтіңіздер. Құрметті достар, мінекей уақыт табылып, Болат мырза мен Сандуғаш ханым сұхбат беруге дайын екен. Көп-көп рахмет. Қазір ең қызықты сұхбаттың куәгері болатындарыңызға мен сенімдімін. Дәл қазір менің алдымда сіздер миллионер кісілер, талай жанға үлгі бола білген кісілер, табысты жандар. Бірақ өкінішке орай 10-15 жыл бұрын біз сіздерді таныған жоқпыз, біздің көрермендер де таныған жоқ. Сол кездегі Болат, сол кездегі Сандуғаш ол қандай жандар еді? Жалпы қалай басталды? Сол сәл ностальгия жасап өткенге бір оралып қайтсақ. Қайырлы күн, құрметті қазақстандықтар, қайырлы күн, құрметті әріптестер. Енді Сандуғаш ханым басташы. Сандуғаш ханым жақсы не істейді? Жақсы. Әрине бұл мен өзімнің негізгі мамандығым мұғалім. Қостанай қаласындағы сол Ахмет Байтұрсынов атындағы университетті бітіргем. Арманым өмірде мұғалім болу, кандидатты қорғау, докторлық қорғау, сондай болатын. Керемет орыстарда мақал бар ғой, қырсық іс болмаса, жұмыс жүрмейді деген сияқты. Сонымен осыдан 17-18 жыл бұрын аллергия ауруына тап болдым. Мұғалім болып істеп жүрген кезінде. Содан одан шығатын жолдарды іздестірдім. Сол кезде 2005 жылдары, 2003 жылдары осы Тибет медицинасымен таныса бастадым. Әрине ол кезде мен оны бір бизнес жасайын деп ойлаған жоқпын. Жай өзім ішіп, денсаулығымды нығайтамын деген ойда болатынмын. Өзім мұғалім бола жүре, осы Астана қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы аграрлық университетте қазақ тілі маманымын. Сонда мұғалім жасап жүргем. Сонымен жаңағы Тибет медицинасының өнімдерін іше бастадым. Өзіме қатты ұнады. Аллаға шүкір, қазір таңда біраз сол өзімнің бойындағы ауруларынан арылдым деп ойлаймын. Өйткені жағдайымда қазір өте жақсы. Тибет медицинасы маған ұнағаннан кейін бұл саланы тексере бастадым. Мұғалімдер жақсы көреді ғой, сонда бірдеңе көреді. Бізге сөйлеу керек, бізге аудитория керек. Бірнеше семинарларға қатысқаннан кейін, бірнеше осындай презентацияға қатысқаннан кейін бұл менікі екеніне сендім. Өйткені біріншіден біз не жасаймыз? Біріншіден біз халыққа денсаулық береміз. Екіншіден өзіміздің өмірімізді өзгертеміз. Өмір бақи арман болатын. Бір орында тоқтап қалмау. Ағыспен жүру. Алға қарай жүру. Сонымен осы сетевой маркетингке жүйелі бизнеспен таныстым. Қазіргі соңғы 15 жыл болды өзінің мамандығымды ауыстырып, сонымен қазір мықты сетевой пошықтым деп ойлаймын. 15 жыл бұрын мұғалім болған. Жай қарапайым мұғалім болатын. Тибет медицинасын зерттеп жүрген мұғалім болған. Керемет, жақсы. Болат мырза, сізбен танысайықшы. Мен сол өзіміздің елімізден, жаңағы сол Қостанай қаласында, мен де Қостанай қаласында оқыдым. Қостанай қаласында ауыл шаруашылық институты болатын. Ол кезінде институт біздің кезімізде. Сол институтта агроном мамандығы бойынша сөйден білім алдық. Енді біздерді жаңағы бұрынғы союз кездерінде енді агроном боламыз, одан кейін жаңағы директор боламыз деген сондай мақсат болатын. Сонымен келіп сол институтқа түсіп, сол институтты сол Қостанай қаласында тәмамдап, сөйтіп жүріп, сол студент болып жүріп, өте қызықты кездер. Сандуғаш ханыммен таныстым. Сонау Шымкенттен Түркістан қаласының тұрғыны. Сол кісімен танысып, сол жерде өзіміз семья құрып, одан кейін енді жаңа айтып отырмын ғой, негізгі мақсатым агроном боламыз, жаңа елге барамыз деп сөйтіп жүрген кезінде, одан енді сол кездерде 97, 98, 2000 жылдары традиционный бизнесқа кеттім.
жаңағы Қостанай қаласынан мына оңтүстікке вагонмен жіберетін болдық. Сөйтіп шамалы табыс тауып солай жұмыс жасадық. Сол кезінде сол бизнес жасап жүрген кезде вагонға, енді бір вагонға жоқ дегенде 6-7 миллион теңге ақша керек. Бір вагон. Үстінен көретін енді пайдаң шамалы енді. Әйтеуір 100-150 мың теңге күнкөріске жетеді. 4-5 вагон жіберсеңіз айына табысыңыз көп те болады. Сонда мен әрдайым ойлап жүретін, постоянно қандай бизнес бар екен, аз ақша салып көбірек табыс таба алатын деп. Енді семьяда болғасын жаңағы ер адам әрдайым осы асырау, соның бәрі ер адамның мойнында ғой, сонда өзім ойлап жүрдім, қандай осындай бизнестің түрі бар екен деп. Мінекей осыдан 3-4 жыл бұрын осы сетевой бизнеспен мен таныса бастадым. Сандуғаш ханымның арқасында сетевой бизнеспен таныса бастадым. Осы MLM сетевой бизнесқа келген себебімді осы табыстың көзі маған бірінші очередь. Бәрекелді. Таныстық, білдік, традиционный, яғни көбісі айналысатын бизнестен сіз де өтіпсіз. Осы жерде енді қоя кеткен сұрақ, мына сетке аяқ баспас бұрын қанша рет құладыңыз? Сол бизнесте қанша рет тұрдыңыз? Қаншалықты қиын болды? Енді салыстырмалы түрде алатын болса. Енді әрине любой бизнесте ол құлау, құлдырау деген болды. Екінші жаңағыдай бір вагондарымыз жаңағыдай бір жағдайлар болды. Мынау Қарағандының тұсында бір вагондарымыз аударылып қалып, оны жаңағыдай барып қайтадан салып, вагон заказывать етіп, мысалы сондай да жағдайлар болды. Содан кейін басқа шетелдерге кеткен вагондарымыздың мысалы ақшасы уақытында келмеген, немесе мынау ондардың он деген нәрсе өзі сондай ішінде жаңағыдай құрттар пайда болады, немесе ашиды, сондай да жағдайлар болды. Мысалы бір вагонды списать еткен кездерімізде болды. Оны не әке шешең айтпайсың, не семьяң айтпайсың, ер адам өзінің бойында болады да, оны өзіміз жайлап одан өттік. Сандуғаш ханым, сіз білдіңіз ба? Сондай қиын жағдайлар болып жатқан. Әрине, бұл қанша дегенмен традиционный бизнесте жүргенде расымен де қиналатын кездер болатын. Оны білдіртпеуге тырысады, бірақ біз әйелдер психологпыз ғой, біз бәрін сезіп біліп отырамыз. Кей жағдайда жаңағы тіптен салған табыс ақшасын да шығара алмай қалатын кездер болатын. Бірақ біз өзіміз ол кезде біздің мотивациямыз Аллаға шүкір. Басымыз аман, балаларымыз бар, ата-анамыз аман, солай өзімізге мотивация болатын. Өмірдегі тек қана ақшамен ғана тоқталмайды ғой өмір. Әйтеуір Аллаға шүкір деніміз сау, бала-шағамыз аман дейтінбіз. Бірақ бұл кісі ешқашан сетевой маркетингке сенбейтін. Маған айтатын, Сандуғаш, сенің лагың мен помадаңа жетсе болды. Сен менен ақша сұрамасаң болды. Сен жасай бер. Өзіңе ұнаған бизнесті жасай бер. Бірақ әрқашан қолдау көрсететін. Региондарға шығып кетеміз, басқа қалаларға кетеміз, бір жетіліп кетеміз. Кішкентай балаларымыз болды. Балаларымызды алып қалады. Мен өзім сол 1-10 күн жүріп келем басқа қалаға барып. Сонда лай жүрісің дұрыс емес ау, бұның болашағы бар ма деген сұрақтар болмайтын. Неге? Өйткені бұл кісі білет өзі қадалған жерде қаналмай қоятын адаммын мен. Бастадым ба, мен соңына шейін жеткізуім керек. Сонымен енді бұл кісінің традиционный бизнестан кеткені алғашқы машинаның салоннан алуы болды ғой. Осы бизнестің арқасында, жүйелі бизнестің арқасында бірінші рет салоннан өз ақшамызға кредитсіз машина алып мінген кезде бұл кісі сене бастады бизнесқа. Сонымен мойын бұрып, осы компанияға келген уақытымызда кәдімгі 100% дайын болып, осы компанияны жан-тәнімен түсініп, терең ұғынып, басшылармен жақсы танысып, өзі қабылдады. Аллаға шүкір, сол өзінің қабылдап келгенінің арқасында қазіргі таңда осындай жағдайға жетіп отырмыз. Керемет. Вагон қалды дейсіз. Вагон қалды. Қазір түсіне де кірмейді вагон. Вагонмен адамды семинарға алып бару ғана түсімізге кіреді қазір. Өте керемет сөздер. Бір вагон болып, командамен бару. Жалпы мен білуімше, осы сетевой бизнесте жүрген кезде сіздер бірнеше қалалап болдыңыздар, мен қателеспесем. Жан-жақты жұмыс істедіңіздер. Ол да қиын кездер деп айтуға болады. Сол қиын кездерден өту процесі қалай болды? Андай ой болған жоқ па? Құрсыныш, басқа да компания бар, басқа да жұмыстар бар. Осыны қоя салайықшы. Болады, вагонға бара беріңізші деген ойлар болған жоқ па? Ондай да кездер болды. Ең бірінші осы компанияға келген кездерінде действительно, мысалы, жаңа регион, жаңа компания, оны мысалы менде өнім жоқ. Сетте, мысалы, сетте соншалықты опыт жоқ. Мысалы, Көкшетау қаласынан бастадым.
Көкшетау қаласында мысалы квартира өзіміз арендовать етіп тұрамын, мен өзім ғана тұрамын, өзім повармын, өзім жаңағы киіміңді жуасың, өзің жаңағы офисті жуасың деген сияқты солардың бәрін өзім істеймін. Енді басталған кезінде бәрі сразу оңай болмайтынын енді білдім. Сонда айтайын дегенім жаңағы соның бәрін өзім істеп жүріп, осы компанияға деген сенімім действительно ертең Құдай қаласа осындай жетістікке жетеміз. Осындай бүгінгі күнімізді сонда сол кезінде уже біз ойлап соның нестен уже шешіп қойдық. Болатын осындай біліп қойдық. Одан кейін 6 айда Көкшетау қаласында, сол Көкшетау қаласын аяғынан тұрғызып, регионды көтеріп, содан кейін Чимкент қаласына кеттім. Енді Чимкент қаласы Көкшетау сияқты жақын емес, 300 километр, 200 километр емес. Ол жаққа мысалы кеттім бұл, уже 2-3 айсыз, қасында семьям жоқ, өзім, бірақ осы балаларым болашағы үшін. Отбасы бірақ қостанайда ол кезде, Астанада, ол енді балаларымыздың болашағы үшін ертең бүгін қиналғанмен, 1 жыл қиналарым, 6 ай қиналарым, бірақ ертең соның жемісін көрем ғой деген мақсатпен. Чимкентте ешкім жоқ, ағайын туыстан почти жоқ деп айтуға болады, бір туысқан апамыз бар. Содан осы Чимкент қаласына барып, сол жерден жаңа квартира арендовать етіп, соған квартирамызға 1-2 остановка сол жерден офис тауып, осы компанияны сол Чимкент қаласында, Көкшетау қаласында өрбітіп солай бастадық. Қиыншылықтар болды, әрине қиыншылықтар болды. Кешке жақын үйім жаңа айтып отырмын ғой, 1-2 остановка. Үйден шығам, анау енді ақшаны экономить етіп жүр ғой. Неге айтам, жаңағы пол жуатын уборщицаға, техничкаға айтам, сіз швабраны тряпканы ана жерге қойып кетіңізші. Мен қазір кешке жақын келіп, жаңағы кабинеттің қолын жуып кетемін. Офисте енді просто экономить етемін. Өйткені оғанда 10 мың теңге ма сондай айына ақша төлеуің керексің. Енді басталған кезде любой бизнеста кішкене экономить ету керек аяғынан тұрған үшін. Сосын офисте келіп өзім жуам, 1-2 остановка, үйден тамақты өзім дайындайып, содан тамақ ішіп болғаннан кейін шығып прогулка жасап, жаңағы офисте жуып, қайтадан жинап, столдарды көтеріп, таңертең келген кезінде галстугімді тағып, офиста отырамын. Олды как будто өзім жуғызып, жаңағы не істеген сияқты, на самом деле өзім жуып кетемін. Бірақ мен бұл бизнестарды енді бизнесті көріп жүр ғой негізі. Өзің басында жүріп аяғынан тұрғызғаныңызша, сондай еңбектерді жасау керек болды. Аллаға шүкір, енді бүгіннен кейін сол еңбегіміздің жемісін көріп отырып қой деп ойлаймын. Бәрекелді. Болат мырза, Көкшетауда, Чимкентте жүрген кезде сіз осы жақта болдыңыз ба? Әрине болдым. Ол кезде Астана ғой. Ол кезде Астана. Өзі Астана. Сол кезең қалай өтті? Жаңа біз жанұясы Астанада. Сіз осы жақта қалдыңыз? 2 ай, 3 айда бір барамыз қасына. Әрине жазда, жазға демалысқа шыққанда қасында 1 айлап боламыз, ал қалған уақытта 1 аптаға барып қайтамын. Ал ер азаматқа жалғыз өзі әрі әйелдің шаруасын жасап, өзі басшы болып, өзі жаңа айтты ғой, пол жуу, оның бәрі өте қиындық. Қазір оның бәрі бізге күлкі, оңай сияқты, оның бәрі өтіп кеткеннен кейін бәрі жеңіл сияқты. Ал сол кезде әрине өте қиын болды. Өйткені кешке жақын звондаймын. Енді мынау технологияның дамыған кезі ғой. Болады деймін, жаңағы видеозвонокпен шығамын ғой. Жеп отқан тамағымды көрсетсі деймін. Біз үйде бала шағамызбен ет асып, жаңа рахаттанып жеп отырамыз. Болаттың несі ақ күрішпен, ақ салма, ақ палау, ет күріш немесе ет жаңағы дүкеннің дайын нанын салып, ақта жаңағы бізге дәмсіз болып көрінеді ол. Жаңағы әдемілеп өз бабымен жасамағаннан кейін. Бірақ өзі айтып қояды, ішкі мотивациясы мықты ғой, Сандуғаш. Бұл зато нағыз оригинал тамақ дейді ғой. Ет 5 сағат қайнаған. Сорпасы қандай дәмді деп қояды ғой. Сондай қиындықтар өтті әрине. Оның бәрі осы өзіміздің алға қойған мақсатқа жетудің арқасында, осыған жетеміз талпынудың арқасында, болашаққа үміт артқанның арқасында. Аллаға шүкір, сол үмітіміз ақталып, қазіргі таңда мына компаниямыз 3 жылдың уже 4-ші жылға аяқ басып, үлкен команда бар. Апталық табысымыз да жаман емес. Кезінде бізге сенбейтін туыстарымыз, кезінде бізге сенбейтін жолдастарымыз, көрші көлемдеріміз қазіргі таңда енді бізді жүрген жерінде легенда қылып айтады. Ол Сандуғашпен болады, осындай бизнесті бастаған еді, біз оларға таң қалатын едік. Болады басқа қалада, Сандуғаш бала шағасымен басқа қалада. Біз олардың сыртынан қарап, осы қалай болар екен? Қиын. Енді жас емес. Біздің жасымызда енді орта жас деп айтайықшы, енді 40-тан асқасын бұл орта жаста. Орта жаста ер азаматтың басқа қалада, әйелдің бала шағамен басқа қалада болып, 1 ай емес 8 ай, 6 айлап өмір сүру ол әрине сәл қиындау.
өмірінде тамақ пісіріп көрмеген. Сонда үйренді. Өмірінде тамақ пісіріп көрмеген, жұмыртқа пісіріп жеп көрмеген. Мен тамақтың бәрін холодильникке пісіріп, тоңазытқышқа пісіріп дайындап кеткеннің өзінде мен келгенше тамақты жемей отыратын азамат болашағы үшін, бала-шағасының болашағы үшін қазан асып, ет пісіріп, жұмыртқа қуырып, күріш басалатын Башқа түсте бәрін жасайтын ғой. Көрдіңіздер ма? Бұның бәрі Алланың берген сынағы. Өзіміздің мойнымызға алып жасаған бизнес болғаннан кейін бұның бәріне көнуге тура келеді. Дұрыс, жаңа айтып отырсыз, туған туыстар, дос-жарандар сенбеді деп. Енді мен білем, көп, мысалы, әсіресе біздің туған туыстарымыз оның керегіне, емес сетевойдың керегіне, одан да жұмысыңды жасап, мұғалім болып, сіз агроном болып, неге отбасын осылай бір жақсы болып, кәдімгі қарапайым ел қатарлы неге өмір сүрмейсіздер деген болды ғой. Сұрақтар көп болды. Бірақ одан ауытқып, өз жолдарыңызды таңдадыңыздар. Жаңа айтып отыр ғой, традиционный бизнесте болды, басқа да шаруалар болды. Бірақ неге сетевой бизнес? Неге басқа емес? Басқа қырынан да көруге болатын еді ғой. Жаңағы Болат мырзаның традиционный бизнесінде ары қарай өрбітіп кетуге болатын еді. Неге таңдау осы жерде сетевой бизнесқа келіп тоқталды? Ол Болат мырза, сізден сұрау керек шығар болса. Сетевой бизнестің жаңағы мен маркетингін дұрыс түсінген кезде оның қаншалықты табыс беретінін мен соған көзім жетті да. Маркетингте өте жақсы маған сондай түсіндірді. Содан кейін мынау мысалы біздің өзіміздің қазір мысалы конкуренция деп традиционный бизнесте конкуренция өте көп. Сетевой бизнесте конкуренция жоқ деп айтпаймын. Сетевой бизнесте де конкуренция көп. Но ол жерде әр жерінде маркетинг бар мысалы. Бір жерде табысты маркетинг, бір жерде кішкене табысы аздау маркетинг болуы мүмкін. Қай компанияда да табыс бар. Сол себептен маған маркетинг өте ұнады. Соны енді қарап отырсаңыз, неге дамытып кетпеген себебім, өйткені мынау компанияның берері көп екен, соны көріп, мен Сандуғаш ханымға осыны істеуге немді бердім, жаңа бірге істейік осыны, жақсы екен маркетинг деп. Бұның барлығы шынымен де қазір айтып отырсақ жай бір әңгіме секілді ғой. Мен де оны может дұрыс қабылдамай жатқан шығар, бірақ сіздердің көріп біліп сол жерде өткендеріңіз енді шынымен де біздің көрермендерге үлкен үлгі болады деген ойдамын. Осы жерден бір сұрақ қояйын, содан кейін сұхбатымызды ары қарай көлікке барып жалғастырайық. Менің ғана емес, осы жерде енді бізді қарап отқан көрермендердің, жалпы сіздерді танитын жандардың көкейіндегі сұрақ шығар. Бірақ өзіме қатты қызық болып тұр. Алғашқы миллион. Алғашқы миллион. Қашан? Қалай? Сезімі қалай болды оны алған кезде? Бөлісе кетсеңіз. Алғашқы миллион. Мен сетевой маркетингте айттым, 10 жылдан артық жүрмін. Сонда әрдайым семинарларға барғанда біздің жоғарғы спонсорларымыз айтатын, сетевой маркетингте айына бірнеше миллион табуға болады деп. Сол кезде оның бәрі жай қиял, оның бәрі жай, әрине ол мүмкін емес шығар. Қазір де көбісі солай қабылдайды. Әлде де қабылдайды, ол мүмкін емес шығар. Ол мыңның ішінен, миллионның ішінен бір ғана адамға бұйырған шығар деп ойлайтын едім. Бірақ Аллаға шүкір, ол еңбектің арқасында. Бірінші, екінші мынау айтып жатырмыз ғой, біздің өнімнің қасиетінің арқасында. Бұл бизнеста біз тез жеттік. Бұның алдындағы жасаған бизнестарда апталық табысымыз миллионға жетпейтін. Енді көштен ілгері қалмай, артта қалмай, ілгері кетпей, ортасында табысым жаман болмайтын. Ал бұл компанияға келіп алғашқы 2017 жылы алғашқы 1.417.000 теңге. Шымкентте алғашқы табысымызды, бір апталық табысымыз соған жеткен кезде, сахнада бізге табыстаған уақытта, сол аптада шыққан миллионға керемет біз қуандық. Керемет қуанғанымыз соншалықты, сол аптада жаңағы ведомствоға қараймыз, айтамыз, Болат кітап. Мына табысты қарашы, Болат, қандай керемет. Бұл енді осы табыс бұдан көбейе беру керек деп. Өте оны былай жай айта салу емес, оңай емес, өйткені бір аптада миллионның үстінде табу, ол кез келген қарапайым партнерға ол үлкен арман. Сол кезде біздің алғашқы қолымыз жеткенде, мен көзім жеткені, жай қарапайым адамның бәрінің қолына келеді екен ғой бұл. Бұл бизнесті жасау керек екен. Бұл болашақ 21-ші ғасырдың бизнесі. Неге? Өйткені біз айтамыз ғой әрдайым. Бұл жерде будильник жоқ, бастық жоқ. Сізге ешкім келдің, кеттің деп ренжімейді. Тек қана өзіңнің болашағың үшін,
өзіңнің қойған мақсатың үшін, өзіңнің қойған арманың үшін қанша сағат бөлесің. Сол бөлген сағатының ертеңгі қорытындысы. Шыққан табысымыз 1.417.000 теңге ақша болды. Ал екінші үлкен табыс ол 2018 жылдың май айында ма сонда? мамыр айында шығар. 1.714.000 теңге ме? 1.719.000 теңге ме, сондай болды. Бір аптада шыққан табыс. Енді оны доллармен есептегенде ол 3.000-4.000 долларға кетеді ғой. Күшті, керемет. Жаңағы миллион жайлы, миллион алғандағы әсер жайлы естідік, көрдік, білдік. Енді бізге де жұғысты болсын дейміз. Әумин. Негізі былай сахнада чек көтеріп тұрудың өзі үлкен бір керемет жетістік деп ойлаймын. Манадан бері сұхбаттасу барысында ана тұрған керемет бриллиант па, қалай статуэткаларға көзім түсіп отыр. Бір-екі ауыз айта кетсеңіздер, екеу екен, тіпті біреу емес. Қайдан келді, қалай келді, бұл ненің жемісі деген сұрақ. Бұл біздің жаңағы айтып жатыр ғой, маркетинг деп, апталық табыс деп. Бұл апталық біздің маркетинг план бойынша апталық табыстың сыртында да керемет премиялар бар. Біз премияның жаңағы алғашқы бірінші циклды жапқанда беретін значогын алдық, Аллаға шүкір. Одан кейін 20 цикл жауып, Хайнанға путевканы алдық. Бір емес, біздің жанұямызда 3 путевка бар қазіргі таңда. Бұл бизнесті біз жанұямызбен жасап жатырмыз. Тек қана жолдасымыз екеуміз емес, үлкен ұлым да осы бизнеста, үлкен қызым да осы бизнеста. Сол былтыр осы компаниямыздың 3 жылдығы болған уақытта басшыларымыздың қолынан, президентіміздің қолынан, Сергей Рахметұлы Асылболат мырзаның қолынан осы қола жұлдызды бізге табыс еткен еді. Қола жұлдыз бұл компанияның алғашқы жаңағы премиясы бойынша 20 цикл жапқанда беріледі. Сол Болат мырзаның өзінің жеке жаңағы бизнес орны 20 цикл жауып, менің өзім жеке бизнес орным 20 циклды жауып, алғашқы алған біздің премиямыздың жаңағы статуэткамыз. Сонда бұл отбасылық емес, әркімнің жеке өзінің әрқайсымызға жеке, мына жерде аты жөніміз жазылып отыр. Мынау Бисенова Сандуғаш Тұрғанбекқызы қола жұлдыз деп жазылған. Бисенов Болат Есетұлы. Бәріңізге бұйырсын осындай керемет тұрған. Алла жазса, келесі қадамымыз күміс жұлдыз, одан кейін алтын жұлдыз, одан кейін жаңағы бриллиант жұлдызға жету біздің негізгі мақсатымыз. Әмин, әмин. Сол күнге жеткізіп, сол кезде де бір сұхбаттасып отыруды нәсіп етсін дейміз, бәрекелді. Осы жерден сәл тәмамдап, енді өзім шыдамай шығатып отқан жайым, көлікте әңгімелесек деп отырмын ғой, көліктеріңізді көріп, халықпен таныстырып, ол кісілерді көріп, бәлкім біреуге бұл шабыт болар, біреуге мотивация болар деген ниетпен осы жерден тәмамдасақ, көп-көп рахмет кеңселеріңізге шақырып, осы уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Құрметті көрермендер, алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің әрі қарай ең сұхбатымыздың қаймағы көлікте, содан кейін біздің керемет кейіпкерлеріміздің кең сарайда үйінде жалғасатын болады. Бізбен бірге болыңыздар. Бақытжан мырза, бұл менің көлігім, мынау ағаның көлігі Болат мырзаның. Енді қазір жарты жолға шейін менің көлігіммен барайық. Менің қалай жүргізетінімді көрерсің, сосын куәгер боларсың. Сосын жарты жолдан ағаңа мініп, үй жаққа барайық. Сөйтейік онда. Достар, бізбен бірге болыңыздар, кеттік. Сандуғаш ханымнан бастаймыз. Сандуғаш ханым, құтты болсын көлігіңіз. Жалпы жайлы екен, өзіңізге жарасады екен. Рахмет. Жалпы айта кетсеңіз, қалай келді бұл көлік, қайдан келді? Өзі бұрыннан арманым бар еді. Осы алғаш тұрмысқа шыққан кезінде Болат мырза жаңағы өзінің үйлену тойына деген сыйлық не сыйлайын деп сұраған кезінде автокөлік деп айтқан едім. Енді әрине оған қазір 26 жыл өтті. Сол алғашқы өзінің арманын орындап, осы 49 мүшелі жасыма осы автокөлігін 22 ақпан күні сыйға тартты. Әрине бұл көлік
осы Infinity компаниясының табысына келген автокөлік бұғанға дейінгі уақытта автокөліксіз болған жоқпын, әрине білесіздер. Автокөліктің болған. Ал бұл маған несімен ыстық, бұл маған несімен өзіме сондай жағымды. Өйткені осы өзімнің сүйікті компаниямнан жолдасымның бірге жұмыс жасап жатқандағы жаңағы жанұялық болып бірге жұптасып жасағандағы керемет табысқа жеткеніміздің белгісі. Әрине енді мынау өзіміздің компаниядан алған автокөлік болған екен маған өте ыстық. Әрине. Өте ыстық, және өзім жақсы көремін. Еркелетіп қоямын, ақ машина менің аппағым деп. Аппағым деп. 22 ақпан күні таңғы сағат 10 кезінде Сандуғаш кеттік, бір жерге барып қайтайық екеуміз деді. Менің ойымда ештеңе жоқ, қайда баратынымызды да білген жоқпын. Сонымен Mitsubishi салонына барған кезде осы машинаны таңдап, бір ай бұрын заказ беріп алып қойған екен. Сізге айтқан жоқ? Айтқан жоқ. Сюрприз жасады. Жаңағы әрі 49 мүшеліміз бар. Соған әрі өзінің баяғы тұрмысқа шыққан кездегі, өзінің қалап алған кездегі алғашқы жаңағы молданың алдындағы берген сертін орындады. Керемет. Осыған Infinity компаниясы себепкер болып отыр. Әрине. Негізі құрметті достар, әйел адамдар көлікті жүргізе алмайды деген стереотипті бүгін Сандуғаш ханым толыққанды бұзып отыр. Өте жайлы, әдемі, ереже бұзбай келе жатырсыз. Көп рахмет. Негізі өзіңізге жарасады екен, Сандуғаш ханым. Ал онда жақсы, Азамат мырза, Бақытжан мырза, қазір осы жерден сіздер Болат мырзаның көлігіне мініңіздер. Мен сіздерді үйде ас мәзірін дайындап үйде күтейін. Онда үйде кездескенше, мынау біздің экспо. Жақсы жерге тоқтаттық. Керемет жерге тоқтадық. Негізі Сандуғаш ханым өте керемет жүргізеді екен көлікті, ал Болат мырза қалай екен, қазір бірге көреміз. Кеттік. Болат мырза, дәл жаңа ғана Сандуғаш көлігіне міндік, жайлы екен, сіздің сыйлығыңыз деп жатыр. Керемет ер азаматқа сай әрекет екен. Өзіңіз үйреттіңіз ба көлікке? Жақсы үйреттім. Ал енді, рұқсат етсеңіз. Жүріңіздер, Қазір Болат мырзаның көлігіне мінеміз. Көрейік. Мінекей сізге де жайғастық. Керемет көлік екен, жайлы екен. Құтты болсын дейміз. Айта кетсеңіз енді осы көлік жайлы, бір-екі ауыз. Бұрын ойлайтындығым, сетевой бизнесте адамдар көп жетістікке жетпейді. Өзім традиционный бизнесте жүрдім. Традиционный бизнесте жаңағыда вагонмен он жіберіп сөйтіп жүрдім. Сонда мен ойлайтындығым, сетевой бизнесте, MLM бизнесте ішкі адамдар көп жетістікке жетпейді. Бұлар еріккеннің ісі, немесе жаңа косметика сатып, басқа сатып, сондай ғана жетістікке жетеді деп. Енді өзім осы сетевой бизнесқа кіріп, осы жерде өзім жұмыс жасағаннан бері мен көрдім, действительно адамдар, действительно өзінің мақсаты бар, алдында қойған арманы бар адамдар осы жерде үлкен жетістікке жететін. Енді жаңа традиционный бизнесте жүргенде мен ескі машинамен жүрдім. Көлік болды. Көлік болды. 95 жылға әйтеуір Мерседес, вапреки Мерседес деп жүретін тұғым өзім. Қай жерде болса да ол Мерседес деп. Бірақ ол ескі машина. Ескі машина деп болғасын ол ескіреді, жаңағы әртүрлі жаңағыдай запчастар, саймандар керек болады. Сынатын тұстары болады. Енді сол ескі машинамды қазір көресіз, сол машинаны сатып, мен Сандуғаш ханымға басқа машина алып бердім. Жаңағы мен алып берген машинаның сыртында тағы басқа машина. Тағы басқа машина алып бердім. Оны қазір өздеріңіз үйде көресіздер. Бірақ негізгі бар ғой, менің айтқым келгені, мынау сетевой бизнесте келгеннен бері Аллаға шүкір. Бірінші командамыздың арқасы, екінші өзіміздің еңбегімізден шығар. Ескі машинамен 10 жыл болған машинамен, 5 жыл болған машинамен жүрмейміз қазір. Аллаға шүкір, осы компанияның маркетингі сондай бізге жағдай возможность беріп тұр. Жаңа машинамен жүріп жатырық. Бұл көлік қалай келді? Бұл көлік осы табыс, осы сетевой бизнестің да жасаған жемісі. Сода сетевой бизнесте жасаған жемісіміз. Енді мінекей осындай көліктермен жүріп, жаңа Сандуғаш ханымға алып берген көліктің сыртында, мына көлікпен қазір бұл мен өзім жүрмін. Балама да бір машина алып бердік. Осы сетевой бизнестің арқасында. Болат аға айтып отырсыз ғой, осыған дейін ескі көліктер де болды, Мерседес деп те жүрдіңіз. Енді мен де біраз сондай қолдан алынған көліктер міндім. Енді сұрақ, осындай салоннан су жаңа көлік міну үшін не істеуге болады маған қазір? Енді мысалы жаңа машина міну үшін бұл машиналарды арзан тұрмайды. Жоқ дегенде бір 10 миллион теңге тұрады, 10 миллион теңге. Ол деген біреудің
өмір бойлық зарплата болуы мүмкін, біреудің может да қанша 10 жылдық табысы болуы мүмкін. Сол себептен еңбек жасау керек, ерінбеу керек, еңбек ету керек. Мысалға біздің Infinity компаниясының маркетингі соншалықты бізге жаңағыдай орысша айтқанда возможность, мүмкіндік беріп тұр да, жасаңыздар дейді. Мінекей жасаңыздар, қолдарыңыздан келеді, әрбір адамның қолынан келеді, істеңіздер деп. Ерінбеу керек, жасау керек. Жаңағы компаниямызды бүкіл Қазақстанымызға таныстыруымыз керек. Қазақстанның сыртында бүкіл дүние жүзіне таныстыруымыз керек. Еңбек жасауымыз керек. Мен де ойламағам, мен осы сетевой бизнесте осындай жетістікке жетемін деп. Болады сетевой бизнесте, мінекей бәріңіз көріп отырсыздар, сетевой бизнесте любой өзіңіз армандаған арманыңызға жетуге болады. Көп рахмет Болат мырза. Құрметті достар, енді келесі жобаның шығарылымында су жаңа көлікпен жүрсем, таң алмаңыздар. Болат мырза, көп рахмет. Шынымен де сіздердің де қолдарыңыздан келеді, сәл ғана еңбектенсеңіздер болғаны. Болат мырза, мінекей сіздің көлігіңізде, Сандуғаш ханымның көлігінде көрдік. Енді біздің естуімізше Infinity компаниясының партнерлары барлығы біледі ғой. Астанадан керемет үй алыпсыздар. Сол үй жалпы бар ма, қаншалықты шындық бар, көруге бола ма деген сұрақ қой енді менде. Енді Бақытжан, ол рас, осы компанияда 2 жыл жұмыс жасап, біз енді мен балама да, өзімнің қыздарыма да айтып отырам, балаларым үлкен машина болғанша, үлкен үйлерің болған жақсы деп. Соны өзімізге енді қазірге 150 квадрат, Құдай қаласа бұл соң емес, қалай үй болады. Алдық, жүріңіздер, қазір біздің үйді көресіздер. Осы компаниядан осы 2 жылдың ішінде сатып алған машинаның сыртында сатып алған үйімізге жүріңіздер. Бәрекелді. Олай болса, керемет үйде жалғастыратын боламыз сұхбатымызды. Ай, қызық кеттік. Деген керемет жүрмін, сетевойда жүріп осындай үй алады дегенге мен бұрын сенбейтін, құрметті достар. Оказывается, это реально. Онда қош келдіңіздер. Бақытжан мырза, Азамат мырза, онда үйге төрлетеміз. Көрейік. Сетевой бизнес арқылы алған үйді көріп, ішіне кіріп, сіздермен таныстыратын боламыз. Бірге жүріңіздер, кеттік. Енді біздің этажымыз, біздің пәтеріміз. Қазір кіреміз. Сандуғаш ханым күтіп отқан шығар. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Ой, бәрекелді. Төрлетеміз. Үйіміз. Кең сарайдай. Зәулім. Боз үйім. Қазір экскурсияны бастаймыз, достар, күте тұрыңыздар. Тек қана бізге емес, біздің көрермендерге де шынымен де қызық болып тұр. Таныстыра кетсеңіз, осы бір керемет кең сарайдай боз үйіңізбен. Енді действительно өзіміздің кең сарайдай боз үйіміз. Жүріңіздер, көрсетейін үйді. Кетіп бірге қараймыз. Спальныйдан бастайын, өзіміздің жататын бөлмеміз. Ондай кейін, енді қазіргі заманауи мебельді ойлаймын, заманауи жиһаздар. Мынау біздің жататын бөлмеміз. Жаңа машинада келе жатқанда айттым ғой, үйің кең болған жақсы. Мынау демалатын орнымыз өзіміздің кең болған жақсы. Бұл енді мебельдердің бәрін әкеліп, енді қойып жатырық. Жаңа үй болғаннан кейін қойып, енді орналастырып жатырық. Иісі де жаңамен шығып тұр да, сол болады ма? Жаңа нелердің иісі, керемет бөлме екен. Мына жиһаздардың өзі. Корольдар тұратын үйден кем емес деп ойлаймын. Енді біз негізі классикамен істегенбіз енді. Біз өзіміз енді 40-тан асқаннан кейін классика, ол өмір бақи жаңағыдай ескірмейтін еді. Сол себептен осы классика. Негізі қарап тұрсаңыздар, біздің үйдің негізі бәрі классикалар. Мынау бізден малы прихожка дейміз енді. Жаңа мынау спальнялар енді отдельно байқап отырсыздар. Мынау біздің қызымыздың бөлмесі. Қызымыздың бөлмесі.
16 жасар, 17 жасар қызымыз бар, соған мына бөлмені соған істедік. Бұлар да енді өзіміз жаңа дизайнер осыны дайындап, мынандай люстралар алып, осылардың бәрін өзі сол дизайнерлер дайындаған. Өзінің қалауымен жасалған. Өзінің қалауымен, иә, өзінің қалауымен, жаңа дизайнерлердің көмегімен жасалған бөлме. Экскурсиямызды ары қарай жалғастырамыз. Болат мырза, таныстыра берсеңіз. Мынау біздерде енді ванна. Ванна, жаңа айттым ғой, бәрі біздерде классикалық неде түрде жасалған. Мал прихожка деген. Біздерде гардероб. Гардероб бұның әлі жиналған жоқ. Заттарымызды кеше көшіп келгеннен кейін, жақында көшіп келгеннен кейін заттарымыздың бәрі жиналып тұр. Бүкіл киімдер, аяқ киімдер, сезонның соның бәрі сол жақта. Керемет. Ну, бәрі теплый пол. Қай жерде кафель бар, соның бәріне теплый пол қойған. Енді балалар бар үйде, жылы болсын деп. Мынау біздің ас бөлмеміз. Енді бұл негізге көп уақыт осы бөлмеде боламыз. Енді бұнда жаңа дизайнерлер жүріп, жасап бәрін. Телевизорлар тұр, ертең білеміз, үлгере алмай жатыр. Осындай. Керемет. Дизайнды өздеріңіз таңдап жасадыңыздар ма? Дизайнды өзіміз таңдап жасадық. Керемет. Келесі бөлме мынау 4-ші бөлме. Бұл баламыздың бөлмесі. Қазірше, бірақ енді баламыз бойда, жаңа Назарбаев университетінің студенті. Бұл енді малый зал деп отыр. Кіші зал. Кішігірім жаңа 10 шақты адамның көлемінде қонақтар келіп жататын болса, осы жерде күтеміз. Бұйырса, енді болашақта бұл бөлмеде немерелер болады деп ойлаймын. Бұл комнаттың отдельно өзінің санузелі бар. Аяқтарда өзінің санузелі бар отдельно. Бұлардың ертең Құдай қаласа өздерінің бөлмесі, ванна, душ, бәрі. Енді бақчанда жаңа айттым ғой машинада. Айтпақшы, баяғы ескі мерседесімді мен мынау машинаға айыр бастадым. Оны саттым. Ол 700 мыңға саттым. Мынау машинаны Сандуғаш ханымға алып бердім. Осы машина үй тазартатын машина. Көрдіңіз бе? Пылесос, шаңшылғыш машина. Мерседесіңіз кішкентай болып қалды. Мерседесім осындай болды. Ал енді Бақытжан, айналайын. Мынау келесі бөлмеміз. Бұл енді біздің қонақ үйіміз. Жаңа ас үйді көрдіңіз. Мынау дайындап қойдық ана бөлме. Ертең келін отырып, келін түсіреміз, сол келіннің бөлмесі болады дейміз, баламыздың. Енді мынау келіннің бөлмесі мен баламыздың бөлмесі кухня екеуі жақын болған дұрыс. Келін тұрады, кухняға барады. Бұл жақта қонақтар келеді, қонақтарды күтетін бөлме, асхана мен ас үймен жақын болу керек. Мынау біздің енді қонақ күтетін, орысша айтқанда зал, қонақ үйіміз, қонақ бөлмеміз. Қонақ бөлмелеріңіз өте керемет екен. Әсіресе люстра бірден көзге түседі кірген кезде. Бір ерекше оймен жасалған люстра болып тұр. Әдейі заказбен бе? Әдейі заказбен, осы дизайнерлердің заказымен осылардың бәрін, мыналардың мебельдердің бәрін енді Аллаға шүкір осындай жағдайға жеттік қой қазір. Мебельді де өзіміз таңдап, қай мысалы Италия дейміз бе, Италияға немесе кез келген жерде заказ беріп осындай алатын жағдайға жеттік. Енді мен аузым ашылып әлі жүрмін мына жерде. Шынымен де байқап отырмын, ақ түске, ақшылдау түске жақын екенсіздер. Оны кімнің таңдауы? Сіздің бе әлде? Жалпы отбасы болып таңдадыңыздар ма? Неге ақ түс деген секілді? Енді бұрынғы үйімізде қоңырдан туған, мебельдердің бәрі қоңыр болатын туған. Енді қазіргі кездерде қарап отырсақ, көп үйлерде жаңа айтып отыр ғой, интернетте де ақ цвет. Бұл енді Сандуғаш ханымның таңдауы. Маған да ұнады. Ақ цвет жаңағыдай таза, ашық, сондай кең қылып көрінеді, сол себептен енді ашық, осындай ақ цветті Сандуғаш ханымның таңдауы, екеумізді сол келісіп осы цветті таңдадық. Аққа Құдай жақ. Аққа Құдай жақ. Енді мынау осы Infinity компаниясында осы 3 жылдан бері жұмыс жасаймыз. Осы мінекей алған үйіміз. Жаңа айтып жатыр ғой, машинаның сыртында да балаларымызға машина алып бизнес жасап жатыр. Оның сыртында да мінекей өзімізге ол ешқандай жаңағыдай кредитсіз, ешқандай несіз алған үйіміз. Енді қазір ары қарай Сандуғаш ханымның дастарханының үстінде отырып сөз жалғастырамыз. Бәрекелді, керемет. Өте керемет. Болат мырза, көп рахмет. Шынымен де бұнда үйге келген де, келмеген де арманда жұғысты болсын дейміз баршаңызға. Бізді көріп отырған көрермендерге, сіздерге міндетті түрде жұғысты болсын дейміз. Бәрі мүмкін, өздеріңіз көріп біліп жатырсыздар. Олай болса, біз сұхбатымызды керемет дастархан басында жалғастырамыз.
Мінекей құрметті достар, біздің үйдегі экскурсиямыз тәмамдалды. Дәл қазір керемет дастархан басында сұхбатымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз. Сұхбаттың бұл бөлімі өте қызықты және де сіздерге керек болатынына мен 100% кепілдік беремін. Сондықтан соңына дейін қарап өздеріңізге керектеріңізді түртіп алыңыздар дегім келеді. Керемет үйлеріңізді көріп жатырмыз. Экскурсияны жаңа Болат мырза керемет қылып жүргізіп берді. Енді көп нәрсесін Сандуғаш ханым біледі дейді, өйткені дизайнында көп атсалысқан сіз екенсіз. Жалпы осы орайда менде мынадай сұрақ туып отыр. Бұл алғашқы баспана ма Нұрсұлтан қаласындағы? Жоқ, енді Нұрсұлтан қаласында бұл алғашқы баспанамыз емес. Бұған дейін де мен бизнес жасап жүрдім. Сол бизнесті жасаған жаңа табысым 50% осы 3 бөлмелі үйге жетті. 100 квадрат үйіміз бар. Соның 50 қалған Сандуғаш ханым осы сетевой бизнесте жүріп, қалғанын осы кісі жапты. Бәрекелді. Жаңа айтып отырмыз ғой, мына Болат мырзаның традиционный бизнеста жүріп, вагонмен ұн тасып жүріп, жасамаған бизнесі жоқ. Ұн тасығанға дейін бірнеше қиын жолдардан өттік. Сонда оның тапқан табысы біздің 2007 жылы оң жағалаудан 3 бөлмелі пәтер алуға жетті. 50%. Ал сол үйдің 50%. Ол үй ол кезде $180,000 тұратын курспен, бұрынғы курспен. Сонда оның жарты сомасына ғана ақшасы жетті. Бизнеста 10 жыл жүргенде, қалған 50%-ын осы жүйелі бизнестің арқасында Халық банкі арқылы жаңағы кредит оформить етіп, 7 жылға оформить еткен болатынбыз. Бірақ осы жүйелі бизнестің кереметтілігі менің көзімнің жеткені 7 жылда емес, 4 жылдан аса жауып тастадық кредитін. Ал енді мынау көріп отырған біздің екінші пәтеріміз, бұл сол жағалау. 150 шаршы метр. Бұны ешқандай банкке, кредитке кірмей, ипотекаға кірмей, таза осы өзіміздің сүйікті компаниямыздан қол жеткізген үйіміз. Енді бұл үйге мен неше ақша кеткенін білмеймін, өйткені финанс жағдайын Болат мырза біледі неше кеткенін, ал қалған үйдегі майда шүйде дизайны ол менің жұмысым. Енді Болат біледі бұған неше кеткенін. Қанша кетті Болат мырза? Енді мен былай есептедім жобасын. Адам бастаған кезінде жазып жүретін ғой, расходтың бәрі. Сол где-то бір $200,000 кетті. $200,000. Сол екеуміздің осы Infinity компаниясында тапқан табысымыз. Кредитсіз, ипотекасыз. Олай қолма-қол санап бере қойды. Қолма-қол санап берген. Бұл үйде бір дүние кредитке алынбаған. Бізде кассир жақсы, өте жақсы ақшаны жақсы жинайды. Керемет. Аз уақыттың ішінде ғана жеткен жетістік. Бәрекелді. Қорықпай, тәуекелге бел буып жасаған қадамдарыңыздың жемісі мінекей осы Кеңсарайдай зәулім үй болып отыр. Шын жүректен қуаныштымыз енді. Бұдан да үлкен зәулім сарайларыңыз бола берсін дейміз. Бәрекелді. Енді осы орайда бір сұрақ, біздің енді мына ми қатпарларында қалыптасқан стереотип бойынша жүйелі бизнес, сетевой бизнес деген ол лохотрон, ол пирамида, ол жерге барма, ол жерге барсаң бәрі құрыдың, үйде жоқ, машинада жоқ, квартирада жоқ, туғанда жоқ, доста жоқ, туысқанда жоқ деген. Енді біздің миымызға солай құйып берді. Бірақ сол қорқыныш көп адамның ішінде қалып қойды. Қазір енді сетевой бизнес дамыған заманның өзінде де көп адамдар бұл қорқынышты жеңе алмай жатыр. Сіздер қалай жеңдіңіздер, Сандуғаш ханым? Қалай тәуекелге бел будыңыздар? Осы сетті таңдаймыз деп. Сол жайлы бөлісе кетсеңіз, мына біздің көрермендерге де бір жағынан пайдасы тиер деген ой ғой мен. Әрине, бұл жаңағы айттым ғой, бірінші алған пәтеріміздің 50%-ын жүйелі бизнестан 4,5 жылға жетпей жауып тастаған уақытта біздің ойлау, мынау жүйелі бизнесқа деген көзқарасымыз тіптен өзгерді. Әрине, бұрын 10 жылдан артық Болат мырза жаңағы өзінің традиционный бизнесінде жүрді, айлап үй көрмейтін. Бір айда 30 күн болатын болса, 30 күннің 7 күні, 10 күні ғана үйде болады. Қалған уақытта сол бір қаладан екінші қалаға. Бір қаладан барып ұн алады, екінші қалаға барып өткізеді. Немесе Ресейге барып ағаш алып келеді, оны әкеліп Қазақстанға өткізеді. Сонда қаншама уақыты сыртта жүретін. Мен жас балалармен үйде отырамын. Қатты қиын кездер болды әрине. Сонда мынау жүйелі бизнестің кереметтілігі. Уақытты көп талап етпейді. Жанұяның қасындасың, біргесің. Сол 24 тәуліктің ішінде 4 сағатын ғана осы жүйелі бизнесқа егер бөлетін болсаңыз, мынандай керемет дәрежеге жетуге болады. Әрине қазіргі таңда қорқатын қорқыныш бар.
Өйткені біздің миымызға, өзіңіз айтпақшы, ми жаңағы қатпарында мен егер де таңғы сағат 8-де жұмысқа барып, кешкі сағат 8-де үйге келем, Аллаға шүкір, біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатырмын деп, кедейшілік психологияда қалып қойған, ойда қалып қойған адамдар сонымен ғана өмір сүреді. Олар ертеңгі күнін емес, бүгінгі жейтін тамағын ғана ойлайды. Ол дегеніміз, ол психологиядан құтылу керек. Ертерек құтылу керек, өйткені бұл жүйелі бизнеста дамыған мемлекеттер осы жүйелі бизнестің арқасында ғана дамып отырғанда біздің көзіміз жетті. Ал енді сол нені жеткізу үшін біз қазіргі таңда өзіміздің командамызға осы жайында күнде айтамыз. Бұл жүйелі бизнестің кереметтілігі, бұл 21 ғасырдың бизнес екені, бұған көп қаржы жұмсаудың керек жоқ екені, көп уақыттың жұмсаудың керек жоқ екені, үлкен энергия жұмсаудың керек жоқ. Тек қана мықты қарым-қатынаспен және әрине осындай өнімдердің арқасында осындай керемет бизнес тұрғызуға болады. Бәрекелді. Керемет, өте түсінікті жауап деп ойлаймын өз басым. Менде де енді өз басымда шыны керек қорқыныш болды. Бірақ енді бара-бара көре-көре оның үстіне осылай көзбе-көз сіздермен сұхбаттаса отыра, бұның барлығы былай қарасам бір жай шаруа сияқты болып қалатын секілді. Сондықтан ерекше осы бір жауабыңыз үшін көп-көп рахмет. Енді осы жерде сетевиктер деп айта берейін. Сетевиктердің тағы да бір бас ауруы, енді барлығы білет, холодный контакт, яғни алыстан араласу дейді ғой, енді біздше айтқан кезде. Сол жағымен дұрыс жұмыс жасаудың жолдары қандай? Өйткені барлығы білет, барлығына айтылады, оқу кезінде, обучение кезінде айтылады, бірақ іске асыру барысында көбісі бұл жерде тоқтап қала береді. Бірақ сіздер жасаған холодный контактты және кеше айтып отыр ғой Болат мырза, Шымкентте жүріп те, Көкшетауда жүріп те қалай болған, сол яғни стадиядан холодный контактпен жұмыс жасаудан қалай дұрыс өтуге болады, сол қорқынышты, солар адамдармен байланысты қалай қорықпай жасауға болады, сол жайлы бөлісе кетсеңіз, өзіңіздің бір құпияңыз да бар шығар мүмкін бұл тұста. Алғаш осы жүйелі бизнеспен айналыса бастағанда менің жоғарғы спонсорым айтатын еді: Сандуғаш, сен ешқашан жоқ деуден қорықпа. Егер де сен 1000 жоқ жинайсаң, 1001-шің сенің иә болады деп. Біздің ең қорқыныштымыз бір адамға айтамыз, 10 адамға айтамыз, 100 адамға айтамыз. Сол 100-дің ішінен біреуі ғана, екеуі ғана иә деуі мүмкін, қалғаны жоқ деуі мүмкін. Сол 99-98 жоқтан қорқып, кейбір жаңадан жүйелі бизнесті бастағанда қорқып қоя қояды. Ары қарай маған ешкім сенбейді деп. Ол біріншіден өзіне сенімсіздік, екіншіден ол компанияға сенімсіздігі, солай өзінің қорқынышын жеңе алмайды. Ал енді бұл жаңа холодный контакт дейміз ғой. Холодный контактымен жұмыс жасауды ешқандай опыты жоқ сетевой маркетингте, жүйелі бизнесте Болат мырза Көкшетауда жүргенде, Шымкентте жүргенде өте керемет жасады. Ол өйткені басқа шара жоқ. Өйткені алға қойған мақсат бар, алға қойған талап бар, баратын жеріміз белгілі болғандықтан соны жасауға тура келді. Енді Болат мырза Шымкентте қалай жасағаныңызды айтып берсін. Соны бір ауыз. Жаңағы Рикс деген отель бар үлкен Шымкентте. Қаланы өте жақсы біле қоймаймын. Енді Риксті білем. Соған барамда, екінші этажында жаңағыдай холл бар, үлкен холл. Сол жерде отырам, сол жерге шақырам. Енді офис жоқ қой, пока енді басталған кезде. Содан кейін жаңағы компаниялардың, әрбір компаниялардың өзінің жаңағыдай сумочкалары болады, мысалы Арифлейм, Мереке, тағы басқа компаниялардың пакеттері болады. Соларды жаңағыдай көшеде көріп қалсам, сол кісілермен танысам, қуып жетіп алам, жаңа остановкаға кетіп баратын болса, сол кісілерді тоқтатып, сол кісілермен жаңа сөйлесіп, маркетингті көрсетіп, возможность болатын болса, немесе жаңа осылай жаңа компанияның келіп жатқан, соның бәрін таныстырып, сөйтіп жүріп 5-6 адам осы біздің компаниямызға сол Шымкент қаласында тіркелді. Ал енді офис жоқ, жаңа Рикстің екінші этажында ол кезінде бұндай үлкен табысымыз да жоқ, енді бастап жатқан кезіміз ғой. Соның Рикстің екінші этажында енді ол жерден шығыңдар деп ешкім айтпайды. Сол жерге барып, сол жеріне презентация беріп, мінекей сонда солай бастадық. Ол енді холодный контактыдан адам істеймін десе, ол холодный контакты өте қиын, соншалықты қиын ештеңесі жоқ. Біріншіден өзін жеңе білу керек, қорықпау керек. Қорқыныш жеңе білу керек. Сосын барып адамдарға таныстыру керек. А может біреуге осы компанияның өнімдері қажет болып жатқан шығар. Вот осылай бастап жұмыс жасады. Жалпы енді холодный контакттың көкесі болып тұр ғой. Былайша айтқанда. Жоқ деген сөзді көп естідіңіз ғой. Сол кезде өзіңізбен қалай күрестіңіз? Осы жерден қойып тастай салып, отбасыма барайыншы деген ойлар болды ма?
жоқ деген сөзге қалай төтеп бере алдыңыз сол кезде? Енді жоқ деген сөз әрине Сандуғаш ханымның мынау сетевой бизнесте опыты өте көп. Иә, жоқ деген кезде мысалы оны жасыратын жоқ. Настроением түсіп, мұны қалай жасаймын маған ертең адамдар шақыруым керек, осы компанияны таныстыруым керек. Бұлардың бәрі біреуі жоқ дейді, екінші жоқ дейді, үшінші жоқ дейді. Не істеймін деп өзім осы кісіден звонить етемін. Мен Шымкентте жүрмін, бұл кісі Астанада, Нұр-Сұлтанда. Содан осы кісіден мотивация аламын да, жоқ ол 10 жоқ, 100 жоқтан бір да болады дейді да, жаңағы келем дейтін адам болады деп. Сөйтіп мен өзімнің жоқты жаңағыдайияға айналдырдым. Осы кісінің көмегі арқылы. Әрине өзімде жаңағыдай не болды? Осы бағыт, бағдар, осы жерден жетістікке жетем, пландар болды, мақсаттар. Соған жету үшін ол жоқты қараған жоқпын. Екінші күні қайтадан таңертең тұрамын, тағы да кешке қарай ұнжырғасы түсіп келеді, маған қоңырау шалады. Сандуғаш, бұл мен 10 адаммен кездестім, 10 адамның ішінде біреу ғана иә деді. Қалғандары жоқ. Қазіргі таңда сетевой маркетинг өте көп. Біз мынау өнімі бар маркетингін жасағымыз келмейді деп. Бұл қазіргі таңда көзі жетті, көп халықтың көзі жетті. Соны айтамын, сол бір иә деген адамыңмен жұмыс жасай берсе, сол бір иә дегенің саған 10 иә алып келеді деп. Көрдіңіз, қазіргі таңда көп мынау адамдардың өнімі бар компаниямен жасағымыз келмейді дегені ол кері түсінік. Ал нағыз жүйелі бизнес өнімі бар жерде. Өнімі керек өнім. Біздің өніміміз бүгінгі дүниеге келген сәбиден бастап қарт қарияларға керек өнім. Бұның ішінде мынау әйелге, мынау еркекке, мынау жасқа, мынау кәріге деп бөлінбейді бізде. Ал көбісінің шатысқаны сол ғой. Өнімі жоқ жерге барамыз, адам шақырамыз. Олар ауа сатумен айналысады. Сөйтіп ақыры соңында аяғы жаңағы құйрығын ұстай алмай қалады ғой, жыланның құйрығы сияқты жіңішкеріп кетеді дағыны. Табыс та жоқ ол жерде, ақша да жоқ ол жерде. Сонымен көптеген адамдардың ауыздары күйіп қалып отыр. Сол үшін осындай керемет өнімі бар жерге, өнімі керек қажетті жерде жұмыс жасау керек. Бәрекелді. Болат мырза айтып отыр ғой, жоқ дегенді естіген кезде сізге хабарласып, сізден мотивация аламын деп. Жалпы енді менде мұндай сұрақ, бұл қазір бізді қарап отқан қыз келіншектерді ойландырып жүрген сұрақ ау деймін. Жалпы жолдасыңызды қалай алып келдіңіз сетевой бизнесқа? Қандай жолдары бар? Қулық па, әлде бұл айла ма? Қулық башадасыз, қулық. Бұл бизнесте жүрген кезімде Болат мырзаға мен жиі айтатын, Болат мырза жүріңізші, офисқа жүр, керемет жігіттер келіп жатыр, мына компания туралы тыңдашы, көрші деп. Сонда бұл маған алып барады офисқа, есіктің алдына шейін апарады, түсіреді. Сен кіре бер, мен қазір машинаны дұрыс жерге парковкаға қоямын, кірем деп. Содан бұл жігіт ауамен жоқ болып кететін. Сонымен жаңа өзіңіз айтпақшы бір қулыққа кірістім. Көкшетау қаласына мен сол қаладан партнерлар шығып, сол қалаға барып жұмыс жасадым. Сол жерге офис ашуға тура келді. Сосын Болат мырзаға айттым, Болат мырза, сен ештеңе істемейсің, ештеңе айтпайсың, сатпайсың. Тек қана офиста ақша алып отырасың, кісілерге ақша беріп отырасың. Бітті, одан басқа жұмыс жоқ. Сонымен Көкшетау қаласына барып, региональный представитель болып отырды. Отырғаннан кейін өнім жайлы түк білмейді. Тек қана келген адамдарға магазин сияқты, дүкен сияқты затты сатады, алады және табыстарын аптасына шыққан бонустарын беріп отырды. Сонан бір күні қызға Сандуғаш, мынау не деген ақша? Кісілер келіп апта сайын 30 мың, 40 мың, 100 мың ақша алып жатыр. Бұл ақша қайдан шығып жатыр деп. Сонымен мен бірнеше көрсеткен маркетинг планды, менің маркетинг планымды түсінбеді. Өйткені біз жақын адамбыз ғой. Бұл кісіге третье лицо дейміз ғой. Третье лицо керек болды дағыны, менің өзімнің командамда Қожахметова Айгүл деген мықты партнерім бар. Сол кісіні ақырын айттым, Айгүл ханым, бүгін Болат мырзаға мықтылап тұрып, сіз маркетинг планды көрсетіңіз. Именно маркетинг план ақшаның қайда бар екен деп. Маркетинг планды көргенде бұл кісінің көзі жанған ғой. Мүмкін емес. Салатын сомамыз мынандай өте аз, шығатын табыс осылай миллион алуға бола ма деп. Сол күннен бастап маркетинг планды бұл кісі толық зерттей бастады. Сонымен бір күні барса мықты маркетинг план оқып тұр. Содан мұны осы қазіргі таңға жеткені, бұл кісінің негізгі арманы бизнеста жүргенде азғантай ақша салып, көп табыс табудың жолы еді. Сол арманын осы компанияда жеткізді деп ойлаймын. Көзі жетті деп ойлаймын. Ол кез келген бизнесменнің арманы. Кез келген бизнесменнің арманы, аз ақша салып көп табыс табу. Действительно, маркетинг өте керемет. Маған ұнады. Ең бірінші айтқан кезінде, жаңа Айгүл ханым жеткізіп айтқан кезінде маркетинг ұнады. Сол себептен енді мынау сетевой бизнесқа келгеннен бері, мысалы, мен қосылғаннан бері, мен ойлаймын, Сандуғаш ханым екеуміздің табысымыз екі есе өсті.
рас. Бір адам жұмыс жасағаннан гөрі екі адам жұмыс жасағаны жақсы да. Мен бір қызық айтайын. Біздің негізгі енді жанұя болғасын ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді ғой. Иә. Біз былай жай мәселемен ұрыспаймыз. Біз компанияға байланысты, офисқа байланысты, сол қалай осы семинарда күндегі презентацияны, қалай ақпарат беру, қалай командамен жұмыс жасау, сол жайында кейде келіспей қаламыз. Біздің ұрысымыздың барысында, соңында осы компанияға тіреледі. Енді әрине ол ұрыс емес, сол қалай жұмысты жақсартсақ, қалай біз осы компанияға өзіміздің пайдамызды тигізсек, қалай осы компанияны көркейтсек деген мәселелер бойынша көбінесе екеуміз сөзге келісіп қаламыз. Ол жақсы ғой. Сондай ұрыс болсын одан да. Бәрекелді, жаңа бір сөзіңізде айтып жатсыз, командамен жұмыс жасаудың өзі бір үлкен бір жұмыс, қарап тұрсаңыздар. Көбісі жаңағы келеді, ақшасын салады, бірақ өзі де жоқ, сөзі де жоқ, жоғалып кетеді. Бірақ ақшаның барлығы, жұмыстың бәрі сол командада жатқан, біреу түсінсе, біреу түсіне бермейді ғой. Осы тұрғыда енді командамен көп жетістікке жеткен біздің әріптестер ретінде бір ақыл кеңес бере кетсеңіздер, біздің көрермендерге, партнерларға командамен дұрыс жұмыс жасаудың жолдары қандай қазір? Дұрыс, өте дұрыс. Алғаш желі бизнеспен айналысқан кезде мен бұлдай мәселемен көп кездестім. Сонда менің жоғарғы спонсорым айтатын: Сандуғаш, мен саған екі түрлі сұрақ қояйын, осы сұраққа жауап берші. Мынау бір қойшыны алайық дейді. Бір қойшының бір отар қойы бар дейді. Сол қойшы дейді, күніге таңертең қойын шығарады дағыны дейді, алдына салып, мына жақта жақсы шөп бар, мына жақта су бар, мына жақта өте керемет жайылым бар деп қуып отырады дейді. Ал екінші қойшы дейді, өзі қойдың соңында жүріп отырады, қой қай жаққа барады дейді, жаңа үлкен отар, соның артынан жай ғана жүріп отырады дейді. Ешкімді қумайды дейді. Мына көріңіздер, бұл жерде мен бұны неге теңегім келіп отыр? Көп спонсорлар жаңағы ақыл айтам дейді, кей кезде жаңағы спонсорларға былай жаса деп көбінесе ақылдың орнына ұрыс болып кетеді ғой. Сонда мен өзім айтам партнерларыма: егер де сіз жаңадан тіркелген адамға көзін жеткізу үшін осы бизнеста керемет табыс бар екен, сіз ешкімге қарамаңыз, сіз тек қана өзіңіз жасаңыз. Жасаңыз, көрсетіңіз, қай жерде табыс мықты, қалай жұмыс жасау керек, ал жаңадан келген сіздің партнеріңіз, әріптесіңіз сіздің істегеніңізді ғана қайталайды. Сол үшін семинарға бару керек, күнделікті презентацияға қатысу керек, және әрбір спонсор өзінің бойына жаңағы ответственностьті алып, жауапкершілікті алып, өзі жасау керек. Өйткені сізді көріп, сіздің жетістігіңізді көріп, сіздің партнеріңіз сіздің жасағаныңызды қайталайды. Командада соны. Команда тура солай. Сол үшін мынаны істе деп, егер спонсордың өзі жасамай, үйінде жатып, мынаны сен істе деп оны мың жерден айтқанымен, оның партнер істемейді. Спонсор өзі жасап көрсетіп, қай жерде табыс бар, қалай жасау керек, қалай сөйлесу керек, сонда ғана оның партнері соңынан ереді деп ойлаймын. Менің негізгі секретім осы, мен ешқашан өз партнерларыма мынаны жасаңыздар, былай істеңіздер демеймін, өзім көрсетемін. Тіптен холодный контактыға шығып, жаңағы мастер-класс көрсетемін, осылай жасауға болады деп. Енді вообще сетевой бизнесте бар ғой, Бақытжан. Сетевой бизнесте мен түсінгенім, мысалы, ең бірінші жаңағы қарым-қатынас, отношения. Көп жетістікке әкелетін командаға, партнердің арасындағы, жаңағы спонсор мен партнердің арасындағы, например, қарым-қатынас, адамға қарапайымдылық. Сосын ол сенің партнерің болса да, сен оның спонсоры болсаң да, ол адам ғой. Мен көп жағдайда, мысалы, көп региондарда жаңағыдай регион басшы болып жүрдім. Региональный представитель дейміз, аймақ басшы. Сонда бірінші менің көңіл бөлетінім өзім қарым-қатынас адамдармен. Сол жерге келіп жұмыс жасап жүрген адамдармен қарым-қатынас. Көп жаңағы жетістікке апаратында сол қарым-қатынас. Бәрекелді. Жаңағы сөзін түйіндей кетейін. Жаңағы қойшы өзінің отарын қуған қойшының қойлары өте арық болады екен. Өйткені адам мен білем дейді ғой, қайда апару керек екен, анда су бар, мұнда не бар деп. Ал жаңағы екінші соңынан жүретін отардың қойлары өте семіз болады екен. Неге? Өйткені қой өзінің таңдаған жерін біледі, таңдап жейді екен. Сондағы спонсорлардың ешқашан партнерларды қумаңыздар. Партнерларға тек қана көрсетіңіздер. Өздеріңіз жол бастап көрсетіңіздер, сонда ғана сіздің соңыңыздан ерген партнерлар сіздің жетістігіңізді қайталайды дегім келеді. Бәрекелді, керемет. Құпия сондай қатты жоқ екен ғой. Құпия жоқ бұл жерде. Бірақ оны көбісі істемейді енді. Өзі жасау керек. Енді бұдан кейін менің ойымша міндетті түрде естеріне алып, компаниямыздың нөмір бірінші топ чегінің өзі айтып отқаннан кейін істемеске болмайды. Компания демекші. Жалпы енді Сандуғаш ханым басқа да жүйелі бизнестерде
болған айттыңыздар, оны да біліп жатырмыз, иә. Негізі енді Infinity-ға келсек. Infinity-ға келгелі жалпы Infinity сіздерге не берді? Осындай сұрақ менде. Енді ол материалдық жағынан болсын, көлігі болсын, үй болсын, одан бөлек тағы осы Infinity сіздерге не берді деген сұрақ менде. Infinity бізге біріншіден жаңа таныстық берді. Қаншама жаңа адамдармен танысып отырмық. Компаниямызға бір жаңару берді. Қарап отырсақ, біз жаңа көрдік қой, қандай керемет біздің Нұр-Сұлтан қаламыз, қандай керемет астанамыз, иә. Машинамен жүріп жаңа көрдік. Оның сыртында сол немен осы біздің астанамызбен бірге, иә, Қазақстанның астанасы, Астана қаласымен бірге біздің компаниямыз да өсіп келе жатыр. Иә, жас компания. Бізге бәрін берді компания. Бізге қаншама қарым-қатынас берді, қаншама жаңалық берді, қаншама жетістік берді. Сол себептен сенімділік берді. Сенімділік берді. Өмірге деген, болашаққа деген сенімділік берді. Керемет. Жас компания деп, жаңа басталып жатқан компания деп, біз Infinity-ден жаңағындай күмән болған жоқ бізде. Келдік, жасадық. Біз мысалы бүгінгі күнде номер бірінші чек деп айтамыз ғой, компания бойынша номер. Бірақ біз бірінші адам емеспіз компанияда. Бірінші жазылған адамбыз. Біз 200-ші ма, 300-ші ма, даже 1000-ші ма партнерміз. Кез келген партнер келді ме, бір айда да чек номер 1 болуға болады, бірінші чек компанияда. Ол өзіне байланысты. Сол себептен Құдай қаласа әрбір партнер сондай жетістікке жетсін. Ол өзіне байланысты адамның. Жақсы, керемет. Енді осы жерде енді тәмамдағым да келіп тұрған жоқ. Қызықты сұхбат болып отыр, білгің келе береді дегенмен әр нәрсенің өзінің бір уақыты бар дегендей, осы жерде 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айта келе, бізді көріп отырған көрермендерге, біздің партнерларымызға, біздің жаңағы YouTube арнасының барша жазылушыларына Infinity компаниясының нөмір 1 топ чектерінен жақсы бір керемет шабыттандыратын, бір жігер беретін мотивация сұрағымыз келіп отыр. Енді әр нәрседе бір қонақ кәде деген болады ғой. Біздің сұрауымыз сол болсын сіздерден. Құрметті қазақстандықтар, құрметті әріптестер, мына бүгінгі біздің жетістігіміз әрқайсыңыздың қолыңыздан келеді. Кез келген адам, біздің де ауылдан шыққан, қарапайым отбасынан шыққан, бізде осындай өзіміз отбасы құрып, студент болып жүріп отбасын құрған семьямыз, әрбір адамның қолынан келеді. Жасайым деген адам жасайды. Жасай алмайым, ол менікі емес деген адамдар, ол сол өзінің күнделікті жұмысын жасап жүре береді, Бақытжан. Сол себептен келіңіздер, мынау маркетинг Infinity компаниясында өте керемет. Тез жетістікке жеткізеді, тез табысқа жеткізеді. Осындай компанияда бірге жұмыс жасайық, бірге жетістікке жетейік. Бүгінгі біздің жетістігіміз, ертең сіздің жетістігіңіз болсын. Әмин. Сандуғаш ханым, бір ауыз сөз. Бұл компанияның өте кереметтілігі, өзгешілігі бұл жерде біздің басшыларымыз. Компанияның басшылары өзіміздің отандастарымыз. Неге? Өйткені ол кісілермен жиі кездесу арқылы бізге сенімділік береді. Біз сенеміз ол кісілерге. Екіншіден, біздің мынау Лике заводымен тікелей жұмыс жасап отқанымыз. Бұл дүние жүзінің бойыншағы бірінші компания. Және бұл мемлекеттік завод. Өнімі өте жоғары. Үшінші, біздің маркетинг планымыз бұл халықтық маркетинг план. Кез келген адам өзінің денсаулығына жылына бір-ақ рет өнімді ала отырып, апталық керемет табысқа шығуға болады. Сол үшін келіңіздер, байыңыздар, қуатты болыңыздар, елімізді, жерімізді көркейте берейік. Бәрекелді, көп рахмет. Бұл сөздерден кейін енді жыбырламаса білмеймін. Бәрекелді. Жалпы Нұр-Сұлтан қаласына келгелі бері аяқ қолыңызды жерге түсірмей осылай қарсы алып, көңілдеріңізді білдіріп жатқандарыңызға көп алғысымызды білдіреміз. Шынымен де сіздермен осылай бір қауышып, дидарласып, бір бұқпасыз боямасыз сұхбаттасқанның өзі біз үшін үлкен бір ғанибет болып отыр. Біздің де атымыздан үлкен табыстар тілейміз, жетістіктерге жете беріңіздер. Енді арттарыңызда келе жатқан үлкен командаға үлгі болып, жалпы біздің компанияға енді қосылып жатқан жандарға үлгі болып, осылай бағыт беріп жүргендеріңізге көп рахмет. Бұдан да керемет зәулімелерді, бағанағы көліктерді айтпасақ та болатын шығар, бұл жерде тағы да кездесіп, осындай арқа-жарқа болып қауышуды нәсіп етсін дейміз. Бай болыңыздар, бақытты болыңыздар. Тек қана отбасыларыңызға амандық, шаңырақтарыңызға береке тілейміз.
Әумин, рахмет. Құрметті достар, өкінішке орай осымен топ жарған жобасының кезекті саны өз мәресіне жетті. Сіздердің де топ жарып биікке жететіндеріңізге сеніңіздер, ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Сіздермен бірге болған мен Бақытжан Абайұлы. Келесі біздің жобамызда кімді көргілеріңіз келеді, астындағы комментарийға жазсаңыздар болады. Біздің арнаға тіркеліп, міндетті түрде лайктарыңызды басып, жаңа видеоларымызды жіберіп алмау үшін қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Бай болыңыздар, бақытты болыңыздар. Infinity компаниясы, шексіз мүмкіндіктер әлемі.